Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз банан туралы болмақ. Бананның түсіне қарай оның ағзамызға әртүрлі әсер ететінін білдіңіз бе? Пісіп жетілу барысында банан әртүрлі түске ие болады. Ең алдымен ол жасыл, одан кейін сары, кейін оның қабығында қоңырдақтар пайда болып, қоңырқай түске енеді. Бананның түсіне қарай оның ерекшеліктері, ағзамызға тигізер пайдасы да әртүрлі болып келеді екен. Осыған толығырақ тоқталайық. Жасыл банан. Бананның толық піспеген шағы. Жасыл бананның ерекшелігі, оның құрамында резистентті крахмал сары бананға қарағанда 20 есе көп болатыны ғылыми дәлелденген. Бұл крахмал формасы өте ерімей, асқазанға тікелей өтіп, банан құрамындағы көмірсулардың глюкозаға айналуын және қанға түсуін баяулатады. Яғни жасыл банан құрамындағы крахмал қандағы қант деңгейін тұрақтандырады. Сондықтан жасыл бананды қант диабетіне ұшыраған жандарға пайдалануға кеңес беріледі. Сондай-ақ жасыл банан тоқ ішектегі пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Ал бұл өз кезегінде тағам құрамындағы витаминдер мен көмірсуларды ағзаға сіңіруге көмектеседі. Зиянды микроағзалардан қорғайды. Әлі толық піспеген жасыл банан диарея және іш қату мәселесінде де көмектесуі мүмкін. Тағы бір айта кететін қызықты факт, жасыл бананды тоңазытқышқа сақтаса, оның пайдалы қасиеттері арта түсетіні белгілі болды. Оның құрамындағы резистентті крахмал 50%-ға дейін артады екен. Алайда, мамандар жасыл бананды шектен тыс көп қолдануға болмайды деп ескертеді. Себебі, асқазанда баяу қорытылатын болғандықтан, асқазан ішек жолдарының қызметінің бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін. Сары банан. 100 грамм жасыл банан құрамында шамамен 3,2 грамм қант болатын болса, сары бананда ол шамамен 12 граммға дейін болады екен. Мұндай жеміс ағза үшін күш-қуаттың қайнар көзі болып табылады. Әсіресе спорттық жаттығулардан кейін, физикалық күш жұмсаулардан кейін ағзадағы энергия қорын толтыру үшін таптырмас жеміс болып табылады. Сары бананның ең басты артықшылығы, ол жасыл бананға қарағанда ағзада неғұрлым тезірек және оңай қорытылады. Піспеген банан іштің кебуі мен іште газ пайда болуына себеп болуы мүмкін. Банан құрамында көзге пайдалы, жүрек ауруларынан қорғайтын және қан құрамындағы пайдалы холестеринді арттыратын бірнеше органикалық қосындылар бар. Олар дәл осы бананның сарғайып піскен уақытында ғана ағзаға жақсы сіңеді. Сондай-ақ бананда В тобының дәрумендері, А және С антиоксиданттары, темір, магний, марганец және калий бар. С витаминінің мөлшері банан пісіп жетілген кезде артып, ал ол қоңырайып жұмсарған кезде керісінше төмендейді. Қоңырдақтары бар сары банан. Банандағы қоңырдақтар оның құрамындағы көп крахмалдың қантқа айналып кеткенін білдіреді. Мұндай банан өте тойымды әрі нәрлі болып келеді. Ол ағзада жеңіл қорытылады және қандағы глюкоза мөлшерін тез арттырады. Мұндай банан қант диабетіне ұшыраған, сондай-ақ артық салмақпен күресіп жүрген жандар үшін аса пайдалы емес. Сондай-ақ банан қатты пісіп кеткен кезде оның құрамындағы дәрумендер мен минералдар мөлшері азаяды. Қоңыр банан. Бананның ең тәтті түрі. Оны қолданудың ең дұрыс жолы түрлі тағамдар жасағанда қолдану. Тоңазытқышқа салып, кейін одан табиғи және пайдалы қантсыз балмұздақ жасау деп кеңес береді диетолог мамандар. Жалпы, пісіп кеткен бананды қанттың орнына қолдану бұл тағамыңызға тәтті дәм берудің ең керемет жолы. Себебі мұндай банан құрамында әлі де көптеген дәрумендер, калий, В6, фолий қышқылы және аздаған С дәрумені болады екен. Пісіп кеткен бананның өзін шикі күйінде пайдалануға болмайды. Себебі ол қышқылданып бастайды. Тіптен алкогольдің дәмін сезінуіңіз мүмкін. Себебі қатты пісіп кеткен қоңыр банан құрамында
0,5 граммға дейін спирт болады екен. Бүгінгі пайдалы ақпаратымыз ұнаса, арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.